Пригнись! Пошел! Нам конец! Нет! Сәлем достар, бүгінгі видеода Мумия фильмі туралы айтатын боламыз. Мумия өзінің ажалсыз таза мумия екенін кезекті рет дәлелдемекші болып, біздің кинотеатрларымызға жаңа леппен жаңа киноәлем нұсқасында шығып отыр. Күні кеше аяқ жабық көрсетілімге барып, кинодан алған әсерім екі түрлі болып қалды. Бір жағынан фильмнің қорқынышты атмосферасы жақсы әсер қалдырса, екінші жағынан фильм сценарийінің әлсіздігі мен актер Том Крузның ойыны басқа рөлдерден еш өзгерісі болғаны жағымсыз әсер қалдырды. 2012 жылы Universal студиясы Мумия фильмінің 4-ші бөлімін түсірмейтінін хабарлаған болады. Киносериалдың бірінші бөлімі әуелгі баста аз бюджетті құбыжықтар туралы фильм ретінде түсіру жоспарланған. Бұл сонау 1930 жылдардағы түсірілген Аттас фильмінің заманауи түрдегі нұсқасы жасап шығармақшы болған. Бірақ Мумияның түсіру барысында авторлар бастапқы ойларынан айнып, басқаша бағытта жұмыс жасай бастайды. Нәтижесінде көрерменге Индиана Джонс нақышындағы шытырман оқиғалы блокбастер ұсынылады. Аудитория үшін бұл фильм жақсы қабылданып, жалпылай прокатта 400 миллион ақш долларынан астам қаражат жинайды. Әрине, студия басшылары бұдан тоқтап қалмай, кезек-кезегімен Мумияның екі жалғасын түсірді. Тіпті бұларда бірінші фильм секілді коммерциялық жағынан өте сәтті шықты. Бұл менің әлі қызық бітпеді. Студия басшылары көне Египет мумияларымен қоштасқысы келмейтінін айтып, киносерияны қайтадан жаңа нұсқада түсіретін жария етті. Алғашында студия жаңа фильмге режиссерлік етуге Лен Уайзман және аргентиналық Андрес Мускетти шақырған болатын. Бірақ бұл екеуі де ақырында студия басшыларымен келісе алмай жобадан кеткен. Кейіннен режиссерлік орынға бұрын сценарист әрі продюсер жұмыстарымен ерекшеленген Алекс Курцман келіп, фильм өндірісіне кіріскен болатын. Алдыңғы мумиялардың оқиғалары 20 ғасырдың бірінші жартысында өрбісе, ал жаңа фильмнің сюжеті біздің уақытымызда өтеді. Фильмнің басты кейіпкері ретінде әскери жалдамашы Ник Мортон болады. Оны еш қартаймайтын актер Том Круз ойнайды. Сюжет бойынша Ник көне египеттік табытты табуға және оны Лондонға жеткізуге көмектеседі. Ол бұл табытта жай ғана кішірек мумия ғана емес, мыңдаған жылдан бері өзінің бостандығын күткен қарғыс атқан құбыжықтың бар екенін сезеді. Круз жаңа картинадағы жалғыз жұлдыз емес. Оған серік ретінде негізгі кейіпкерлердің бірін сомдайтын Рассел Кроу қосылған. Оның тап кімді ойнайтынын айтпай қояйын, бірақ ол готикалық әдебиеттің ең танымал кейіпкері сомдайды. Фильмде ол мистикалық құбылыстарды зерттейтін және оларды залалсыздандыратын ұйымды басқарады. Бұл мумия бұрынғы мумиялардан басқаша десек орынды болар, өйткені алдыңғы 3 бөлім жарқын комедиялық шытырман оқиғалармен есте қалатын болса, ал жаңа бөлім комедияға мүлдем ұқсамайды. Ол зұлмат мистикалық хоррор фильміне сай келеді. Антагонисті мүлде басқаны. Перғауынның қызы Аманет әкесінің тағын иемдену мақсатында соғыспен ажал құдайы Сетпен келісімге отырады. Нәтижесінде ол әкесі мен інісін өлтіреді. Сол әрекетін бөліп қалған египеттіктер оны тірілей көміп мумиялайды. Universal студиясы мумиядан бөлек үлкен экранға Франкенштейн, Дракула және тағы басқа сол сияқтылы классикалық құбыжықтарды шығармақшы. Сонымен қатар болашақта шығатын фильмдердің түгелі түнек әлемі, яғни Dark Universe деп аталатын бір киноәлемнің шеңберінде баяндалатын болады. Студия өкілдерінің бар үміті осы фильмге артып отырғанмен, киносыншылар оның жалпы сценарийлік тұрғыдан болсын, коммерциялық тұрғыдан болсын сәтсіздікке ұшырайды деген ойда. Рецензияларды бағамдасақ, Metacritic сайтында 100 балдан 34 балл берсе, ал әйгілі Rotten Tomatoes желісінде 100-ден 23% ғана құрмет көрсетіп отыр. Ал кассалық жинақ бойынша фильм бірінші аптада небәрі 45 миллион ақш долларын ғана жинайды деп болжауда. Енді сүйікті мумиямыз өзіне жүктелген 125 миллион ақш долларын үстемесімен бірге ақтауы керек. Фильмдегі мумия деген атаудың өзі екінші орынға қысып кеткен. Кино өндірушілер акцент фильмнің өзінде емес, оның басқа іргелес фильмдермен байланыстыруға, соған жол ашуға ғана қойған. Соның кесірінен жалпы сюжеттің өзектілігі жоғалған. Бұдан кейін бұл киноәлем тағдыры бір жағынан қызықтырса, бір жағынан қорқыныш ұялатады. Қорытындыға келгенде, Marvel мен DC-дің қазіргі құрып жатқан кино әлеміне жақсы сабақ алса деген ойдамын. Және менің ойыма тек бір ғана сұрақ туындайды бұл фильмді көру барысында, яғни енді ары қарай жаңа киноәлем қай бағытта дамымақ деген. Мен бұл фильмге
10 балдың ішінен 6 бал қоямын. Сіздермен болған Данияр Тәжінбет. Келесі кездескенше.